Аларыңыз насыл болдым? Жеңіс құтты болсын. Ұқсастық керемет деп отыр ғой, 80 жылғы мен 24 жылғы Үшкемпіров пен Сметов. Енді жарайсыздар, енді бәрі соған өздерінің енді аруақтары қолдап алға қойғандарына жетіп жатса, маңдайларына бұйырып, мен де өте қуаныштымын. Бәріміз де қуанып жатырмыз. Бүгін 28-і шілденің шіліңгірі, сұмдық ыстық болып жатыр. Енді алдағы аптаға болжам, жалпы болжам, не болады, қалай болады, соны бір қарап жүрсек. Жер ана бізбен бірге, су ана бізбен бірге, ауа ана бізбен бірге. Найзағай болып отыр ғой. Үлгермей қалдым сүріне. Ал жарайды, алдымызда не күтіп тұр? Бір әйелдер жұмыстары болмай жатыр екен. Апайларымыз, тәтелеріміз, апаларымыз, енді қай район қалай айтады енді. Біз оңтүстікте әпке, әпше дейміз. Алматы облысында тәте дейді, батыста апа дейді, шығыста апай дейді, арқада көке дейді. Бұл кісі кім енді, не жағдай бұл? Ауыртпашылық дейді ғой. Бір әйелден ауыртпашылық бар болса, жақын арада, жаңбыр жауып жатыр. Жақын арада жолықсып, жүрек ауыртса бір әйел, жақын арада содан шығасыздар. Міне ер азаматымызға жолығасыз. Бір әйел қастандық жасап жүрген екен ғой. Сол қастандықтан құтыласыздар. Баршылық молшылыққа жетіп, байға тиям айтқандар бүтеуге тиіп кетеді. Жолдастармен қырылысып, ұрысып, бычыт болып жатқандар татуласады. Бақытты боласыздар. Жаңалықтар бәрін басынан бастайсыздар. Қиыншылықтардың бәрі артта қалады. Бәрі әділдікпен болады. Құдай қаласа.